Бір бөлім ата-аналар баласына көмектесем деп жүріп, бәрін істеп бергенін байқамай қалады. Ал сізде қалай? Үпіл басып арнаға тіркеліңіз. Ата-ананың ең қиын сабағының бірі бір күні баладан қолын босату. Өйткені уақыт өте келе балада біртіндеп есейе бастайды. Осыған ілесе біздің баланы бақылауымызда азаюы керек. Сонымен бірге баланы 5-6 жасынан бастап өзі шамасы келетін істерді істеуіне жетекшілік етіп шабыттандыруымыз керек. Мүмкін ол а дегенде ақырын болуы мүмкін, қателесуі мүмкін, оқасы жоқ. Сол арқылы біз оны өмірлік дағдыларға үйретеміз. Алайда осы кезде бір бөлім аналар балаларына көмектесем деп жүріп, оның өзі істеуге тиісті, істей алатын істерінде өз мойнына алып алады. Осыдан барып бала икемсіз, бос бөлбеу бол-жүр болып, құрбыларының мазағына қалып жүреді. Бұған әрине ата-анасы кінәлі. Ал сіз бұған қосыласыз ба? Төменгі пікір қалдырыңыз, өз ойыңызбен бөлісіңіз және басқаларға тарқатуды ұмытпаңыз.